өттім, жақсы керемет денсаулықты қалпына келтірдім. Қазір жақсымын. Қандай проблема болды? Менде давление болды. Қан қысымы постоянно күніне где-то 10 таблетка ішемін. 10 таблетка ішемін күніне. Сонда айына уже қанша таблетка ішемін керек. Қазір ешқандай таблеткамен ішпеймін. Қазір ешқандай давлением жоқ. Больницаға да поликлиникаға бармаймын. Енді қазір менің өтім жоқ. Қазір менде. Енді өт болмағасын ассимиляторды пайдаланып жүрмін. Қазір жақсы, керемет сезді. Қан қысымы нормада. Нормада қан қысымы. Керемет, иә, шапалаққа. Бізде 20-да 80. Қан қысымы реттелген екен, Замжан апа. Мен Рейкеш Назымзагүл, жасым 70-те, әрі Алтай базарында сауда жасаймын. Осы қарарға келген өзі әркім денсаулығы үшін келеді ғой. Менде эйфовезия, Женский, мастатит, в общем, ауырмаған жерім жоқ, бронхо, бәрі жері ауырды. Ақыр аяғында аяқтан жүре алмай қалдым. Құлап, сол белорун іштім. Осы бүкіл этапты, бүкіл бәрін іштім. Бірінші этаптан бастап, белорунның 7-ін іштім. 7-ші жылы. Жақсы результат. Бәрі жеңілдеді, ештеңе жалобым жоқ. Сәлеметсіздер ма? Барша қарал топтың бүгінгі қатысушылары. Мынау мен Есенәлиев Асанғали, жасым 66-ға шығады енді. Мен өзімді айтатын болсам, мен 10 жыл бұрын асқазаным язва болып келдім. Тамақ іше алмай, удай ашып, денемді тек ұстап жүрейін десем, осы құйылыс бойым удай ашып ауырып, тамақ ішкізбей, өте өзім жүрек адам, бұдан сайын сәпсеп өмірден түңіліп кеттім шынын айтқанда. Сөйтіп жүргенде осы қаралға өзім вывескеге келдім. Қазіргі таңда осы қаралдың осы концепция бойынша қарал детокстан бастап ішіп, сот программаларын бәрін ішіп, тамағымды түзетіп, таңғы жаттығуым жасап, жерден шығатын тамақтарды жеп, керек емес тамақтарды жемей, денсаулығын түзетіп жүрген жайым бар. Қазіргі таңда жақсымын. Жазды кетті, 10 мың шағымды жүрем, тамағымды дұрыстап ішіп, салауатты өмір салтын ұстанып жүрмін. Трендте жүремін. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Менің атым Жанаргүл, жасым 55-те. Мен осыдан 10 жыл бұрын 2008-де жолдасымыз екеуміз 90 күн продуктысын алып детокста. Сол арқылы дүниеге бір қыз әкелдім. Содан кейін екінші қызын да әкелдім. Дүниеге жақсымыз екеуміз де бірдей ішіп, сол нәтижесін шығардық. Екіншіден мен жазда осы айтайын, көзіме шыға беріп шарқысы үрлі. Доктарға бардым, бір ай бар, қайта айтып, лечение жазып береді, осындан. Айгерімге бардым. Одан Айгерімге барсам, шприспен суарып алды, шардың ішінде су жинап қалған деді. Тағы шығып жатса, тағы кел деді ішіп. Одан тағы бардым. Үшіншіде келсем, уже операцияға барасың деді. Содан қорқып кетіп, апам бар осында Бағдәулет. Соған звондап сөйлеп жатыр деді. Жоқ, болмайды. Оған көздің несін алып іш деді дәрісін. Визипрай продуктысын алып ішіп, соны 2-3 пакшикасын алып ішіп, 3 мезгіл қайта ішіп, содан жақсы болды көзім қазір. Серебром тамыздым, жақсы қазір шүкірім. Ешқандай шприц тыққан жоқ дейсіз ғой? Ешқандай операцияға барған жақсымын қазір. Саламатсыз ба? Жаңа қыздар сұрап отыр ма? Бәрі қатарша айтып отыр, орысша біраз айтып жіберші деп. Результатов много. Один из результатов такой более, можно сказать, яркий, когда у меня поставили глаукому обоих глаз, то есть зрачки были белые. Это, можно сказать, слепота, расстояние где-то 5 метров, я уже практически не видел, была муть. И один из моих ярких результатов,
что я делал? В первую очередь это вода. Это нарушение водного баланса в организме в целом. Второе. Программа 90 дней. Как бы, раньше такого не было программы 90 дней, но мы из набора продукции это себе составляли, делали. Потом я делал тренировку для глаз. Вот сейчас YouTube полон этих тренировок. Делайте и просто между нами, как сказать, вот у нас есть Silver Max, такой препарат, наш продукт. Его как бы использовать можно внутрь. Но если внутрь, я подумал так, его если можно пить, значит можно его и капать в глаза. И я решил его капать в глаза. И мне сейчас уже возраст довольно-таки молодой, 61 год, а зрение у меня 100% очки не ношу.